Сәлем құрметті оқырман, бүгін біз сіздерменен чесночные стрелки және жандоны қысқа мұздатқышқа сақтаймыз. Ең бірінші тап-таза ғып жуып аламыз дағы жандоны осылайша алып, аз мөлшерден өздеріңіз білесіздер, алып, осылай қатты ұсақ емес, енді әркімге әрқалай. Маған кішкене ұсақтау болғаны ұнайды. Егер сіздерге жандоның үлкен болып тұрғаны лағманның ішінде ұнаса, ондай болса сіздер ұзын-ұзын ғып кессеңіздер болады. Осылайша ұзын-ұзын ғып кесеміз дағы құрғақ орамалдарыңызды жайып, соның үстіне қойып кептіріп алатын боламыз. Себебі бірінші жуып алып кептірмейміз, себебі бұл жаңағы тураған кезде ішінен де су бөлінеді. Сол суыменен жаңағы мұздатқышта қатып қалмауыз үшін біз турап болғаннан кейін барып кептіретін боламыз. Міне менде осындай болып шықты. Осылардың барлығын енді орамалының үстіне салып кептіреміз. Осынша қанша жандо керек сіздерге, соның барлығын аласыздар дағы, өстіп турап құрғақ сүлгінің үстіне алып кептіріп аласыздар. Бір жарты сағаттың ішінде тез ақ кеуіп кететін болады. Енді бізде келесі сарымсақтың сабағын қатыратын боламыз. Бұл бізде фунчозаға қосқанға өте дәмді болады. Фунчозаға немесе жаңағы лағманға қоссаңыздар да болады. Бірақ та ең бір айта кететін менен сіздерге лайфхак, қыста жаңағы қатып тұрған кезінде алып ыстық суға бір салып алсаңыздар, бір 5 минутқа дәмі өте жақсы болады, дәмі кетіп қалмайды. Және де жұмсақ жегенге де кішкене жақсырақ болады. Ең бірінші жаңағы жоғар жағындағы артық заттарын бәрін алып тастаймыз. Бұл сарымсақтың сабағын чесночные стрелки, яғни ұсағырақ қып турауларыңызды сұрар едім. Себебі бұл егерде үлкенірек турайтын болсаңыздар, бұл өте қатып қалады дағы. Қыста бұны жеу кішкене мүмкін емес деу болады. Кәдімгідей тамақтың ішінде сүйек жүрген сияқты қатты болып қалады. Сондықтан да алдыменен осы мына бас жағындағылардың бәрін алып тастаймыз да, ұсағырақ қып тураймыз. Және де тағы да қайталап айтамын, алған кезде ыстық суға саласыздар. Мінеке өстіп барлығын жаймалап шықтым. Содан кейін осындай пакеттиктерімізді алып, осылардың ішіне түгел салып аламыз. Немесе өздеріңізге ыңғайлы контейнерларға салсаңыздар болады. Солайша мұздатқышқа салып қатырып қоясыздар. Мінеке менде осындай бір пакет сарымсақ, 2 пакет жандо шықты. Рахмет!